Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай 8 деген сандық торт жасаймыз. Бұл торттың рецептісін қазір мен сіздерге ссылкамен қалдырамын. Алдын ала осылай 8-дің формасын жасап, пергаментке сызып аламыз. Менде осындай 4-8 шықты. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 10-11 минут пісіріп аламыз. Енді бұл тортты өз қалауыңызша әдемілесеңіз болады. Осымен біздің тортымыз дайын. Осылай 8 наурызға да жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.